Үшінші кезең, яғни реабилитациялық кезеңде науқаспен психолог және психотерапевт жұмыс істейді. Бәрі түсінікті ме? Сен кімді науқас деп тұрсың? Түсінікті. Тамақ қойып есінен адасқанша дәрі бермексіңдер ғой. Жанайда не деп тұрсың сен? Шотыршы. Бәрі дұрыс, аға. Өтірік емес. Алғашқы кезеңде агрессияның болуы қалыпты жағдай. Ем шаралардың бағасымен таныс болдыңыз ғой? Әңгімені осыдан бастау керек еді. Олай болса екінші қабатқа барып, құжаттарды толтырып, рәсімдеп келіңіз, сосын барып палатаға жатқызамыз. Қайдағы құжаттар? Қайдағы палата, әке? Сен жай бүгін кездесіп сөйлесіп қайтамыз дедің ғой. Мынау не айтып тұр, әке? Мен мұнда қалмаймын, әке. Сенен ешкім сұрамайды. Дәрігер, рахмет. Біз қазір бәрін рәсімдейміз. Бәрін ұршықтырма. Онсы да жағдай мәз емес. Жүр кеттік. Міне дайын. Ернар, сен өте талантты екенсің. Иә, шынымен де өте талантты жігіт. Сен тым әдемілеп, әспеттеп жіберген сияқтысың ғой. Жоқ, керісінше, мен салған сурет түпнұсқаға жетпейді. Жанияның әдемілігі кімнен берілгенін енді түсіндім. Асыра сілтеп жібердің ғой. Бізбен бірге түскі ас ішуге қалды. Мен мезерімді өлмей тұрмын, ыңғайсыз сияқты. Үйде әкеміз де, ағамыз да жоқ, сәл кешігіп келетін шығар. Сен бізге серік бол. Айтпақшы, Жания әкесінің картиналар туралы айтып еді. Иә, кішігірім коллекциясы бар, бірақ тым қымбат. Негізі әкеміз бейнелеу өнерін түсінбейді. Тек достарының кеңесі бойынша сатып алады. Қызым, не айтып тұрсың? Анашым шындық қой. Қысқасы арзан бағаға көп картиналар сатып алады. Болды. Мен Розаға ас дайында деп айтайын. Сендер картиналарды көріңдер. Жарай. Шынымен ұнады ма? Ұнады. Әке, мен осында қалам ба? Әке! Ол жерге не үшін келдік деп ойлайсың? Ені қызың тексеру үшін келдік дейсің бе? Әке, сен мен қорқытқың келді ғой, Әке, жоспарың іске асты. Болды, қояқшы. Мен айтарымды айттым. Не сен осы жерде қаласың, немесе көлік апаты үшін түрмеге отырасың. Ал ол жерде ешбір психологсыз, жалғыз өзің камера қамайды. Таңда сені сүйреп әбден шаршадым. Қандай әдемі, Қарасам көзім тоймайды. Айтпақшы, картиналар өте әдемі екен. Шынымен түпнұсқа ма? Иә. Менің ең сүйікті картиналарымның бірі. О, сен бе? Мен кішкентай кезімде момақан болғанға ұқсаймын ба? Мынау ағаң ғой, Мына жерде көңілді, қазір қаталдау сияқты. Көріп тұрғаныңдай баяғыда мүлдем басқа адам болатын. Енді ештеңеден тарықпаған соң, кешкі сауық сайран, қыздар деген адамды өзгертпей қоймайды екен ғой. Көлікпен қатты жүйіт күйінде ұнатады ма? Жігіттердің барлығы ұнатады ғой.
Маған ұнамайды. Негізі тым қауіпті. Жылдам жүретін көлігім болса саған да ұнайды. Ал оның көлігі қандай? Маркасын білмеймін. Неміс көлігі ме, сондай. Қара ма? Оны қайдан білесің? Енді қара деген классика ғой. Классика бойынша солай емес пе? Иә. Жүр көрсетейін. Бұл әкеңнің көлігі ме? Көлігі қандай екен? Білмеймін. Ағамның ескі көлігі ғой. Мұнымен қалаға шығуға ұялады. Тек арасында анам жұмыстармен шығып келеді. Түсінікті. Қызық екен. Әдетте сенікіндей отбасында әкелері балаларын еркелетіп, бас-басына көлік алып береді. Біздің әкеміз ондай емес. Жеке көлік сатып алуға рұқсат бермейді. Көлігіне ешкімді отырғызбайтын шығар. Жоға неге олай дейсің? Арасында ағам айдайды. Ал әкеңнің көлігі қандай? Негізі қызметтік көлікпен жүреді. Ал өзінің көлігі жөндеу орталығында. Бұзылып қалған. Түсінікті. Ол кісінің нөмірде көлігі сияқты мықты шығар, иә? Бірде сандар деген сияқты. 3-7, қайдан білесің? Енді байлардың жағдайы түсінікті ғой, олардың талғамы да бөлек. Айтпақшы, сен кәсіпкердің қызына мүлдем ұқсамайсың. Ерке Шолжанға дегің келмей? Солай деуге де болады. Тәрбиелі нәзік қызсың. Рахмет. Жүр үйге кірейік. Тамақ дайын болған шығар. Алыңдар, Саған не ол? Тамақты бірінші болып бастайтын еді ғой. Бағана жанұяның үйінде болған, тамақшы болдым. Енді оны қашан айтам деп ойладым. Енді анашымның көзінше айтпаймын ғой. Бұлай, үйлерінде ескі көлік бар екен. Оны анасы жүргізеді. Әкесі қызметтік көлікпен жүреді. Оның өзінің жеке көлігі бар. Бірақ қазір жөндеуде дейді. көлікті қай жерде жөндеп жатқанын анықтадың ба? Көлік туралы көп сұрағанда кішкене сезіктеніп қалды. Сосын әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Ал енді, көлікті қайдан іздейміз? Мен бұны сен тыңшылық ойындарынсыз ақ өзім реттеп қойғам. Солай ма? Солай. Не бітетін ал айтшы. Мен таңертеңнен бері байдың көзін аңдыдым. Беренді аңдадың ба? Иә. Оның үйін аңдау, Ернардың ісі ме деп ойласам? Бұл қызын жағалап жүрген соң, мен байдың көзін аңдайын дедім. Таңертең бай мен баласы қызметтік көлікке мініп, ауруханаға барды. Біраз уақыттан соң байдың көзі шықты да, ол сонда қалды. Және оның ауырып қалғанын айтпап еді. Саған не үшін айтадым? Ол наркологиялық ауруханаға барды. Сонда қалай? Ол нашақор болғаны ма? Неге сілкініп жүретіні енді белгілі болды. Бек, өткендегі сенің айтқан сөзің туралы ойланып жүрмін. Әлгі өтірік айтып полицияға жалған куәгерлік ететін адамды жалдайық деп едің ғой. Иә. Олай жасау қауіпті дедіңіз емес пе? Енді біреудің алашығын аттап сатып кетейін деп тұрған жоқпыз ғой. Сондықтан жалдағанымыз дұрыс. Ал куәгерді қайдан табамыз? Болмыштардың арасынан іздейміз бе? Жоқ. Менің бір танысым бар. Сөйлесіп көрейін. Қайда? Қазір келем. Біз мұнда шаруа талқылап отырмыз, сен несің дұрыс па? Мен де сол шаруамен кетіп барады, не болды сонша? Осы не істеп жүргенін түсінбеймін. Айтты ғой, бір шаруамен бер жатырмын деп айтты ғой саған. Сен отыра бер. Қазір саған қағаз бен қалам келіп жүре ма? Жақсы.
Қалай? Көйлегім ұнады ма? Сен шынымен осылай салғанды қалайсың ба? Иә. Не болды? Ұялып кеттің бе? Сен ештеңе сезбейсің бе? Меру, сен өте жақсы адамсың. Содан? Бірақ мен бұлай болғанын қаламаймын. Одан да Жәнияны ұнататыныңды мойында. Ол да бар. Бәрі түсінікті. Алдымен менімен танысасың, көңіл бөлесің. Содан кейін Жәнияның менен бай екенін біліп, көңіліңді соған аударасың. Солай ма? Кешір. Сен ренжіткім келген жоқ. Ренжіткім келмеді деймін ғой. Жарайды, егер саған сондай момын қыздар ұнаса, өзің білесің. Ондай қыз деп ойламаймын. Сен оның қандай екенін қайдан білесің? Ол жыламсырап жүреді. Ой көзім, ой ағам, ой ауруханада жатқым келмейді. Ауруханада? Не? Ауруханаға не үшін жат? Көл апатына түскен. Меру, мен сені Бұлт бар, кете бер. портретші? Портретмен бірге құры. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің. Мен Жанайдар Досжановқа келіп едім. Сіз оған кім боласыз? Қарындасы. Отыра тұрмыз, қазір шығады. Кешіріңіз, ол кездесуден бас тартты. Неге? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Ондай болып тұрады. Сіз 2 күннен кейін келіп көріңізші. Жарайды. Жақсы. Сәлем. Сәлем. Қалайсың, көзің қалай болды? Жаман емес. Сен жаңа келдің бе? Ол мені көргісі келмейтін сияқты. Қазір мен кіріп көрейін, шығатын шығар. Кірсем бола ма? Иә, кіре беріңіз. Әкелдің бе? Жаниядан болып тұрсың ба? Оны көргім келіп тұрған жоқ. Әкелдің бе? Ешкімге білдіріп бе жарай ма? Жақсы. Болшы. Рахмет. Жанайдар ұйықтап қалма, дәрі ішетін уақыт келді. Әке, міне көрдің бе? Міне өмірде де осылай істеу керек. Нокаутқа жығу керек, әке. Иә. Ананың түрін қара. Не болды саған? Көңілің түсіп кетіп бұл. Ай, әке, полиция көліктің жағдайын көру үшін сараптамаға шақырып жатыр. Жөндеу орталығына жаңа аштым. Аяқтамапты. Қорықпа. Прокурордың санкциясы саған ешқандай талап қоя алмайды. Санкция алсашы. Ала алмайды дейін. Мен шешіп беремін. Сенбейсің бе? Шынымен шешесің бе?
Алло. Қалайсың? Жақсы, бір мәселе бар. Ана күні айтып едім ғой саған. Жақсы. Күтем. Екі сағаттан соң емшараға келесіз. Қулық жасамай жұт. Жарайды. Ал, бәріңе сәлем. Қалдарың қалай? Түрмедегідей. Қане? Көзіңді аш. Сендердің дәрілерінен әбден депрессияға түсіп біттім. Ештен етпейді, 2 аптадан кейін барлығы реттеледі. Қайдағы 2 апта? Сенің ауруханаңда 2 апта жатады ғой дейсің бе? Оны маған емес, әкеңізге айтарсыз. Жарайды, жақсы. Жақсы демалыңыздар. Не қарайсың? Сен қайда жүрсің? Телефон неге өшті? Қуаты бітіп қалды. Сен көлік жөндеу орталығына кіре алдың ба? Аулада біз деген көлік жоқ. Бірақ бокста тұрған сияқты. Ал боксқа кірмедің бе? Олар мен ол жерден қуып шықты. Бірақ бар ғой, біз тура бағытта келе жатқан сияқтымыз. Олар тек көлік шанағы жөндейтінін айтты. Демек, біздің жағдайға сай келеді. Енді соған көз жеткізу керек. Қалай іске асырамыз? Арамыздағы ақылды сен ғой. Бірдеңе ойлап тап. Мерхат Нұртайұлы Боранбеков. 13 тамыздан 14-не қараған түні қайда болдыңыз? Әужолға баратын жолда кетіп баратын. Түнделетіп пе? Иә. Сағат 2-лерде. Түнде жол бойында не істеп жүрсіз? Туысқандарыма кетіп баратын. Сонымен не көрдіңіз? Сол көргенде көлік көрдім. Нөмірі 37. Ішінде бір қыз кетіп бара жатты. Оны қыз бала жүргізіп бара жатқанына сенімдісіз бе? Иә. Енді шықты ғой қарауға. Сол кезде көрдім. Туысқаныңыздың мекен жайын айтыңызшы. Талғар 39. Иә. Олар сіздің қонақ болғаныңызды растай ала ма? Иә, растай. Нөмірін беріңізші. Нөмір жоқ менде. Телефон нөмірін беріңіз деймін. Шын айтамын, нөмірі жоқ екен. Кабинеттен шығыңыз. Неге? Бұны мен әкелдім ғой. Бұға мен жауаптымын. Сөзімді тағы қайталайын ба?
Ол сізді бопсалап қинады ма, шындықты айтыңыз. Әйтпесе сізді түрмеге отырғызам. Не үшін? Өтірік куәгер болғаныңыз үшін. Сонымен бопсалап қинады ма деймін, айтыңыз. Енді Әлде ақша берді ме? қарыз едім мен ол кісіге. 180 мың ғой. Түсінікті. Бара беріңіз. Кешіріңіз. Ал мына картинаны 2 жыл бұрын салдым. Ол кезде күйзелісте жүредім. Картинаға қарап күйзелісте болдым деп айта алмаймын. Себебі қанық түстер өте. Бәрі дұрыс па? Көңіл күйім түсіп кетті ғой. Иә, отбасылық мәселелер ғой. Маңызды емес. Саған байыпты түстер жарасады екен. Бүгін өте әдемісің. Рахмет. Көтірік болса да қуанып қалдым. Неге шын айтам? Әсіресе көздерің қарап тұра беруге болады. Қай көзім? Мына көзім бе? Көлік апаттан алдыма жарқатты. Сен көлік апаты туралы қайдан білесің? Кешір, жауап беруім керек. Иә, тыңдап тұр. Жақсы түсіндім. Вернисажда. Жарайды. Қалайсың? Сен қатты сағындым. Танысып қой. Бұл Ернар. Вернисажға бардық. Оның картиналары көрмеге қойылған. Ал бұл Сержан. Жай ма сенікі, және? Жанияның болашақ күйеуі. Мен жоқта оның көңілін көтергеніне рахмет. Құттықтайым. Болашақ жар таңдаудан жаңылмаған екенсің. Рахмет. Сен суретшісің ғой, Иә. жұмыстарың қызық екен. Жұмыс істеуге келмес енді. Қалайша? Картиналарға ақша төлемеймін. Сержан. Бұл оның таланты. Картиналарды сатып, ақша табуға міндетті емес. Міндетті емес дегенің ал. Қай ақшаға тамақ алып, отбасын қалай асырайды? Әлде негізгі жұмысың бар ма? Әзірге жоқ. Түсінікті. Мүмкін сен картиналарын көреміз. Біреуін сатып аларың. Бейнелеу өнеріне қызығатын болғансың ба? Енді қызыққанда. Ол сенің досың емес пе? Оны ақшалай қолдау керек. Суретшілер шалқып өмір сүрмейді дегендей. Жетер. Мүмкін той портреттеріне тапсырыс береміз. Той портретін салмайым. Солай ма? Түсінікті. Жарайды, мен барайын. Сау бол. Сен ойлан. Көп төлеуге дайын. Мұныңыз не? Қылмыскерді жауапқа тартудың амалы. Қандай жауап? Заң бұзғаныңызды түсініп отырсыз ба? Сонда мен не істеуім керек еді?
Сіз ақымақсыз ба, әлде әдейі істейсіз бе? Осы әрекетіңіз үшін сізді жауапқа тартуға болады. Жарайды енді. Қарт адамды бір жолға кешір. Әйтеуір куәгер бар ғой. Оқиғаның қалай болғанын кім айтып берсе де маңызды емес деп ойладым. Егер менің орнымда басқа тергеуші болғанда қайтер едіңіз? Бұл әрекетіңіз үшін 5 жылға сотталып кетуіңіз мүмкін. Иә, білем. Бірақ мен сонда не істеуім керек? Егер шындық іздеп, жалған куәгер әкеліп, деректердің орнын алмастырса не болады? Түсінем. Тергеусіз жазалау. Анархия болады. Барыңыз енді, қайталанбасын бұндай жағдай. Ол жақта бір қаржыгермен таныстым. Өте білімді екен. Біраз қажетті кеңестер алдым. Енді мен білмейтінім жоқ. Үйленгеннен кейін жеке кәсібімді ашам. Әкеме тәуелді болғым келмейді. Мен жоқта сен не істедің? Ештеңе істеген жоқпын. Көркем сурет бойынша курстан өттім. Әлгі жігітпен сол жерде таныстың ба? Ернар ма? Жоқ. Меру таныстырды. Онда екеуің оңаша бір жерге барғандарың түсінбе? Сонда біреумен бір жерге баруға болмай ма? Негізі, мен сенің болашақ күйеуің және біреумен бір жерге барғанын қаламай. Сен олай маған тыйым сала алмайсың. Тыйым салғанда қандай? Мен бар жоғы шағай. Болмады. Келіп көргенім анау. Қалыңдығын біреумен қыдырып жүр. Оған қоса ол жігіт саған ғашық көздерімен қарай. Болмайтын нәрсені айтпашы. Біз жай ғана картиналарды көруге бардық. Сосын, мен сенің әлі заңды түрдегі қалыңдығың емеспін. Оны қалай түсінуге болады? Енді маған тұрмысқа шығудан бас тартуың қалды. Егер бас тартпасаң, бұдан бұлай әлгі жігітті сенің жағынан көрмейтін болады. Мен сенімен сөйлесіп отырмын. Қолым жуып келем. Ернар, сен босадың ба? Мен алып кете аласың ба? Жақсы, қазір мен саған мекен-жайды жіберем. Телефон бар ма? Қой. Жоқ, қой. Бұл жерде не істеп жүрсің? Кет бұл жүр.
Сен не шаруаңдар түсінбедің? Айтпай сөйлесің, кетіңіз. Өлтіреміз! Бергел! Өлтіреміз! Доғарыңдар, бұлар не? Және кеттік бұл жерден! Мен сенімен ешқайда бармаймын. Ақымақсың сен, ақымақ. Онда қал ол! Көзіме көрме. Екеуміз кездесеміз! Кездесеміз! Түбіге жетеміз! Аурана. Ауруханаға барайық. Қазір такси шақырам. Қажет емес, бәрі дұрыс. Емнен. Бәрі дұрыс. Аурама? Ой, ұзап кетті ғой. Сен оған неге күйеуге шыққың келмейді? Шыныңды айтшы. Сен оны сүйесің бе? Ол ата-анамыздың таңдауы. Олар біз үйлендіреміз деп баяғыда шешім қабылдап қойған. Мен қарсылық танытпадым. Себебі кезінде ол маған ұнайды. Қазір Білмеймін. кіріңіз. Бара бер. Сен осыны күтем. Кіммен төбелестің? Мен сапарда жүргенде бұл жерде не болған? Не оқыпты? Жаниямен кездестім. Көрмеде жүр екен. Жанында бір ақымақ бар. Ал сен не ойладың? 3 ай сапарға кеткен кезде мына жерде бәрі қаз қалпында қалады деп ойлап па? Мен саған айттым ғой. Өзіңе ұнаған қызды әрқашан бақылап жүру керек деп. Енді отырсың мынау. Түкте күлкілі емес. Ал мен қалжыңдап отырған жоқпын. Ана, Жаниямен тіл табысуға тырыс. Қойыңызшы. Көлде балық аз дейсіз бе? Философ. Сен алдымен ана Жанияға үйленесің. Содан кейін не істесең де өзің біл. Балық іздейсің бе, бақа іздейсің бе? Балық дейді ғой. Әке, сол перенді қайтесің? Сен ода шаруаң болмасын. Бар жуын. Жайындар қайда? Білмеймін. Түнде кіріп шығып жүрген. Сонан соң мен ұйықтап қалдым. Түнде болған жоқ па? Маған неге айтпадыңыз? Мен қайдан білейін? Басқа палатаға көшірген шығар деп ойладым. Бетіңе не болған? Жай біреуіне тіресіп қалдым. Қайсыз? Жігіттер. Қалайсыңыз ба? Қалайсың? Жақсы. Қалай? Мынауың не? Не болды? Бәрі дұрыс, ештеңе етпейді. Қалай жоспар жүзеге асты? Ойламайсың ба? Ештеңе шықпады. Тергеуші бәрін біліп қойды. Қап. Не айтып тұрсыздар? Не айтып тұрсыңдарың қалай? Басқа адамды куәлікке апарғанымды айтам. Бұл өткенде ештеңе тыңдамады ғой. Өз ісімен әлек болып отырды. Ой, тыңдадым, есімде бәрі. Енді бірақ бұлай жасайсыздар деп ойлаған жоқ. Белгілі ғой, бәрін біліп қоятыны. Онда бізге жақсы бір идея ұсын. Негізі қалай ұстап қалды? Ұсақ түйек әңгімеде жақсылап тұрып, дайындап апару керек еді. Енді оқиға орнында болмаған адам сенім түрі қалай айтып береді? Мұның дұрыс. Ұсақ түйек сұрақ қояды деп ойламадым ғой. Айтпақшы, сен көліктің нөмірін таптың ба? Берен көлікті жөндеу орталығына апарды.
Мен ол жерді таптым. Жарайсың. Көлікті көрдің бе? Жоқ, ішке кіргізбеді. Бәрі жасырын жұмбақ күйде тұрғанына қарағанда көлік нақты сол жерде. Енді не істейміз? Мен ол жерге қалай кіру керек екенін таптым. Қалай? Ол жаққа жұмысқа тұрам. Мені ол жерден қуып шықты. Сені оп-оңай жұмысқа алады деп ойлайсың ба? Енді жолым болып кететін шығар. Бар. Көліктің картинасын салып отырасың. Айна, сен тоқтай тұршы. Сен көлікті жөндеу білмейсің ғой. Не деп жұмысқа тұрмақсың? Енді көке, актерлікті бекер бақсынап көрмедік. Еден жуушы болсам да жұмысқа тұрам. Басқа амалымыз жоқ. Ондай жағдайдың болатынын біліп едім. Күзетшіге ескертіп қою керек еді. Кеше қауіпті науқаста келді ғой, бәрі соған алаңдап жүргенде қашып кеткен сияқты. Жарайды, жұмысыңызға бара беріңіз. Алло, Берен Тайырұлы. Бұл ауруханадан ғой, нарколог. Кеше түнде ауруханадан балаңыз қашып кетті. Иә, хабарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыз. Міне, бәрі сені іздеп жатыр. Әке, ол жер түрмеден де жаман. Не, түрмеде отырып көріп пе едің? Өзің отырып көріп пе едің? Жарайды. Жай айтқанды түсінбейді екенсің. Онда сені күштеп ауруханаға барамыз. Бәрібір қашып кетем. Бірақ осы жолы маған бір деме болса, өзің жауап бересің. Ой, кімге ұқсап туғансың, иттің ғана баласы. Саған. Ой, қайдам. Жақсы. Онда былай жасаймыз. Бүгінден бастап менің жеке бақылауымда боласың. Ұқтың ба? Бірақ мен саған көк тиынды бермеймін. Әке, сен маған ақша бермейсің бе? Бермеймін. Ақша керек пе? Жұмыс істеп тап. Қайда барып жұмыс істеймін? Қайда барсың, онда бар. Өзімнің компанияма сен жұмысқа алмаймын. Достарыма да ал деп те айтпаймын. Енді маған қайда бар дейсің? Ойлан. Немесе ауруханаға қайта барып, тол емделіп болады. Сонда ақша да болады, жұмыс та болады. Ал олай жасамайды екенсің. Онда өз қалауымен көк тиіз өмір сүре бер. Иттің ғана баласы. Алло, Диас. Маған ақша керек. Әкем ақша бермейін дейді. Көп емес, ары-бері жүріп тұруыма 100 000 берсең жетеді. Енді мен не істеймін? Сенің есің дұрыс па? Енді қалған таксист болды ғой еді. Қанша? Сенің есің дұрыс па? 20 000 деген менің түскі асыма да жетпейді. Менен такси шығады деп ойлайсың ба? Жақсы. Мәке, мына жігіт жұмыс іздеп жүр екен, сізге келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен негізі механик емес едім. Жұмыс керек болғаннан айым. Айта салдым. Сізге көмекші керек емес пе? Жоқ, керек жоқ. Мүлдем жұмыс жоқ па, маған жұмыс керек еді. Анам қатты ауырып жатыр. Әкем жақында ғана қайтыс болды. Ақша керек. Әкем қайтыс болды дейсің бе? Қолына не келеді? Бәрін жасай, білмеген үйренемін. Құрал жабдық тасу, тіпті күзетші болуға да дайынмын. Оның қажеті шамалы. Темір шебер болғың келе ме? Жақсы болар еді аға. Жарайды. Бастапқыда 30 000 теңге төлейін. Қалғанын жүре тұра үйреніп аларсың. Анда өтіп, балдарға бар көрсетеді. Рахмет сізге. Мәке, оны қайдесіз? Қолынан түк келмейді ғой. Бала қиналып тұр. Әкесінен айырылған.
мойнына ауыр жүк түсіп тұр. Осындайда көмектесу керек. Мен де 12 жасымда әкемнен айырылғам. Түсінікті. Бар, көрсет, үйрет, таныстыр. Жақсы. Мен саған түсіндіріп жіберейін. Анда көтергішпен платформалық стапель бар. Мына бокстарда біз машиналарды қараймыз, жөндеу, бояу жұмыстары осында жүргізіледі. Сосын Кіріп көруге бола ма? Иә, әрине. Бұл қандай керемет көлік. Бізге бұдан да мақтылар келеді. Байқа, бояу қымбат оның жақында болады. Бұған не болған? Көлік апатынан соң келді. Бампері, капоты мұжылған. Оң жағы сырылған еді. Бір аптада жөндедік қой. Сен жөндепсіздер ғой? Тапсырыс беруші асықтырды. Ақшасын берді, біз керек жарағын алып жөндеп тастадық. Бір-екі күнде алып кету керек. Бізде қашан осындай көлік болады екен. Кешіріңіз, көлікті тек иесіне бере аламын. Мен көліктің иесі. Берен Досжанов менің әкем. Көлікті алып кел деп маған тапсырды. Бізде келісім басқаша болатын. Өзім келіп алып кетем деген. Отбасылық сурет. Жоқ, ол түсінікті ғой. Кешіріңіз, бірақ бере алмайым. Жарайды. Онда қазір әкеме хабарласам. Көлікті бермегеніңіз үшін сізге ұрыс. Жарайды. Әкеңіз алып кел десе, қазір мен кілтті алып келейін. Сен мұнда не істеп жүрсің?